Құрметті әріптес, келесі сабаққа қош келдіңіз. Біз бұл сабақта сіздермен тексттен, яғни мәтіннен аудио жасаудың жолын үйренетін боламыз. Сондықтан да кез келген браузердің іздеу жолағына RobiVox деп жазамыз. Ең бірінші тұрған сілтемеге өтеміз, озвучка тексті онлайн деген. Осы жерде біз міндетті түрде регистрация жасауымыз керек. Регистрацияны әдеттегідей Google аккаунтпен жасаған бізге ыңғайлы және тез, уақытты үнемдейміз. Бірнеше ғана қадамнан өтеміз. Мінекей менің профилім ашылды, маған 5 қана монета беріп тұр. Яғни осы жерде біз 5 жұмысқа дейін жасай аламыз. Енді қараңыз, бұл орыс Ресей елінен жасалынған платформа нейрожелі болғандықтан біз бұл жерде бетті ауыстыруға міндетті емес. Осы жерге текст әкеліп қоямыз. Мына жерде адамдарды таңдаймыз, тіл емес адамдарды таңдаймыз. Бенгальская кошка появилась благодаря скрещиванию азиатской леопардовой кошки. Захардың дауысын алайын, скоростьті обычный қылып қоя берейік, әдеттегідей эмоция нейтральный болып тұра берсін. Енді синтезировать речьті басамыз. Бұл жерде бұл стоимость 4 рубль 40 копейка тұрады екен. Яғни мен балансымда 5 бар ғой, осы 4-те 40-ты алады. Синтезировать речь деп басамыз. Загрузка жүріп жатыр, кішкене тосамыз. Мінекей біздің құжатымыз дайын болды. Тыңдап көрейік. Как друзья познаются, сговорились лиса, бобр и кабан пойти вместе в дальний поход. По лесам, по горам побродить, новые места посмотреть. Жақсы, енді біз скачать түймесін басу арқылы біз өзіміздің загрузки бөлімімізге осылай жүктеп ала аламыз. Мінекей көріп тұрсыздар, енді менің балансымда 0,60 қалды. Пополнить дейді, біз пополнениені ақылы түрде жасағымыз келмесе, біз қайтадан басқа аккаунттар арқылы осы жерде жаңағы шығу батырмасын басу арқылы басқа аккаунттармен қайтадан тіркеліп, біз өзіміздің жұмысымызды әрі қарай жасай беруімізге болады. Сіздер де жасап көріңіздер, келесі сабақта кездескенше.